Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын цезарь салатының рецептісін бөлісемін. Қолжетімді бағада және оңай рецепт. Достар, менің рецептерімді жоғалтып алмау үшін подписаться етіп, лайк басып және де колокольчикті басып қойсаңыз, сізге хабарлама келіп тұрады жаңа видео шыққандығы туралы. Салатқа керек ингредиенттің барлығын описанияға жазып қоямын. Ең алдымен бізге осындай батон наны керек болады. Дәл видеодағыдай 4 бұрыштап турап аламыз. Турап алған нанымызды ыдысымызға саламыз. Кейін бізге 3-4 дана сарымсақ керек. Сарымсақты осылай ұсақтап тураймыз, немесе арнайы құралдан өткізіп аламыз. 3 ас қасық сұйық май құйып алғаннан кейін жаңағы сарымсақты салып, екеуін жақсылап араластырып дайындап аламыз. Кейін нанымыздың үстіне паприка сеуіп, дайын болған массамызды құйып, жақсылап араластырамыз. Формамызға пергамент қағазын салып, кейін үстіне нанды салып, жақсылап жайып аламыз. 180 градуста қызып тұрған духовкада 15 минут көлемінде пісіреміз. Енді кезекте бізге тауықтың төс еті керек болады. Дәл видеодағыдай кесіп аламыз, немесе бірден жұқалап кесіп дайындап алсаңыздар да болады. Сарымсақты сақтап тураймыз. Тауықтың етін ыдысқа салып, дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Тұз, паприка, қара бұрыш және тауыққа арналған дәмдеуіш. Ұсақтап туралған сарымсақты да саламыз. Кейін аздап үстіне 2 ас қасық көлемінде сұйық май құямыз да жақсылап барлығын жағып шығамыз. Достар, сіздер қазақша футболктың дамуына үлес қоса аласыздар. Ол үшін поделиться деген кнопканы басу арқылы әлеуметтік желімен бөлісесіздер. WhatsApp, Instagram, TikTok тағы да басқа әлеуметтік желілерде бөлісуге болады. Міне, қытырлық нанымыз дайын болды. Пергамент қағаздың үстіне тауықтың етін салып, 200 градуста 40-45 минут көлемінде толықтай пісіріп аламыз. Салатқа керек соусты мен дүкеннен сатып алдым, немесе өзіңізге жазсаңыздар да болады. Керек ингредиентінің описанияға жазып қоямын. Мұнда пекинская капуста, осылай дәл видеодағыдай үлкен қып 4 бұрыштап турап дайындап аламыз. Турап алған орам жапырақты ыдысымызға саламыз. Енді кезекте жұмыртқа мен қызанақты турап аламыз. Бір дана қызанақ пен жұмыртқаны бөлек алып қоямыз, ол салатты әсемдеу үшін керек. Дәл видеодағыдай қызанақ пен жұмыртқамызды турап дайындап аламыз. Жұмыртқа мен қызанақты пекинский капустаның үстіне саламыз. Кейін қытырлақ нандарды саламыз. Қытырлақ нанды бірден бірақ салмаңыз, әсемдеу үшін тағы да алып қалыңыз. Міне, тауықтың төс еті толықтай пісіп дайын болды. Енді осы етті дәл видеодағыдай немесе қалауыңызша турап алсаңыз болады. Туралған тауықтың төс етін ыдысымызға толықтай салып аламыз. Цезарь салатына арналған соусты құйып, жақсылап бірдей масса болғанға дейін араластырып аламыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ.
Міне салатымыз толықтай араластырып дайындап алдық. Енді осыны ыдысымызға саламыз. Салатты салып алғаннан кейін осылай дәл видеодағыдай қызанақ пен жұмыртқамен қытырлақ нанымызды қойып, әсемдеп дайындаймыз. Ең соңында үккішпен сырымызды өткізіп, бетіне сеуіп шығамыз. Міне достар, салатымыз дайын болды. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын!